Құрметті білім алушылар, бүгінгі пәніміздің аты тау-кен кәсіпорындарының құрылысы. Кезекті дәрісіміздің тақырыбы тау-кен кәсіпорынның құрылысын ұйымдастыру. Бұл презентацияда тау-кен кәсіпорынның құрылысын ұйымдастыру негізгі кезеңдері, оның ішінде жобалау, қаржыландыру, рұқсаттар алу, құрылыс және іске қосу мәселелері қарастырылды. Біз әр кезеңнің ерекшеліктері мен маңыздылығына тоқталамыз. Жобаны жоспарлау және бастапқы кезеңі. Тау-кен кәсіпорынның құрылысы бұл күрделі және көп қырлы процесс. Ол мұқият жоспарлауды талап етеді. Бастапқы кезеңде жобаның негізгі мақсаттарын, көлемін, бюджетін және мерзімін анықтау өте маңызды. Бірінші, техникалық экономикалық негіздеме. Жобаның мүмкіндігін, экономикалық тиімділігін және тұрақтылығын бағалау. Геологиялық барлау. Пайдалы қазбалардың қорын, сапасын және орналасуын анықтау үшін кешенді зерттеулер жүргізу. Жобалық топты құру. Тәжірибелі инженерлер, геологтар, экологтар және қаржыгерлерден тұратын мамандар тобын жинақтау. Қаржыландыру және инвестициялар тарту. Кез келген ірі құрылыс жобасы сияқты тау-кен кәсіпорынның құрылысы да үлкен қаржылық ресурстарды қажет етеді. Инвестициялар тарту бұл жобаның сәтті іске асуының негізгі факторлардың бірі. Негізгі қаржыландыру көздері, банк несиелері және қарыздары, жеке инвесторлар, мемлекеттік бағдарламалар мен гранттар, бірлескен кәсіпорындар, инвестиция тарту стратегиялары, тұрақты бизнес жоспар ұсыну, әлеуетті инвесторлармен келіссөздер жүргізу, инвестициялық форумдарға қатысу, жобаның әлеуметтік және экологиялық жауапкершілігін көрсету. Жер учаскесін таңдау және рұқсаттар алу. Тау-кен кәсіпорны үшін жер учаскесін таңдау геологиялық, экологиялық және логистикалық факторды ескере отырып жүргізіледі. Сонымен қатар құрылысты бастау үшін қажетті барлық рұқсаттарды алу маңызды. Бірінші, жерді таңдау критерийлері. Пайдалы қазбалардың қорына жақындық, инфрақұрылымның болуы, жергілікті халықтың келісімі. Екінші, жерді пайдалану құқығын рәсімдеу. Жерді жалға алу немесе сатып алу, мемлекеттік органдармен келісімшарт жасау. Үшінші, мемлекеттік рұқсаттар, экологиялық рұқсаттар, құрылысқа рұқсат, жер қойнауын пайдалануға лицензия. Инженерлік іздестірулер мен және жобалау жұмыстары. Бұл кезеңде жобаның техникалық сипаттамалары мен құрылыс жоспарлары әзірленеді. Мұқият инженерлік іздестірулер жобаның қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Жобалау жұмыстары тау-кен кәсіпорынның болашақ жұмысының негізін қалайды. Құрылыс кезеңі, мердігерлерді таңдау және жұмыстарды басқару. Құрылыс кезеңі бұл жобаның ең белсенді бөлігі. Онда нақты жұмыстар басталады. Мердігерлерді дұрыс таңдау және жұмыстарды тиімді басқару мерзімдер мен бюджет сақтау үшін өте маңызды. Мердігерлерді таңдау, тәжірибесі, техникалық мүмкіндіктері және ұсынған бағасы бойынша сапалы мердігерлерді іріктеу, тендер өткізу, шарттарды жасасу, жұмыстарды басқару, құрылыс жұмыстарының барысын қадағалау, қауіпсіздік ережелерін сақтауды қамтамасыз ету, жобалық кестеге сәйкестігі, сапаны бағалау. Жабдықтарды жеткізу және монтаждау. Тау-кен кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуі үшін заманауи және сенімді жабдықтарды таңдау, жеткізу және монтаждау қажет. Бұл процесс мұқият логистикалық жоспарлауды талап етеді. Жабдық таңдау, заманауи, өнімді және экологиялық таза тау-кен жабдықтарын таңдау. Жеткізу логистикасы, үлкен өлшемді жабдықтар жеткізу үшін ерекше көлік және маршруттарды жоспарлау. Монтаждау және баптау, жабдықтарды орнату, қосу және сынақтау үшін білікті мамандарды тарту. Қауіпсіздік және экологиялық талаптарды сақтау. Тау-кен өнеркәсібінде қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселесі ерекше маңызды. Жобаны іске асыру барысында барлық заңды және нормативтік талаптарды қатаң сақтау қажет. Еңбек қауіпсіздігі, қызметкерлерді оқыту, жеке қорғаныс құралдарын қамтамасыз ету, апаттардың алдын алу шаралары. Экологиялық менеджмент, қоршаған ортаға әсерді азайту, қалдықтарды басқару, жерді рекультивациялау. Нормативті сәйкестік, барлық мемлекеттік стандарттар мен
ережеге сәйкестікті қамтамасыз ету. Іске қосу және пайдалануға беру. Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін кәсіпорынды іске қосу және пайдалануға беру кезеңі басталды. Бұл кезеңде барлық жүйелердің жұмысқа қабілеттілігі тексеріліп, өндіріс процесі бақылауға алынады. Сынақ жұмыстары, жабдықтарды кешенді сынау, өндіріс процестерді тексеру, төтенше жағдайларға дайындықты бағалау, пайдалануға беру, мемлекеттік комиссия қабылдауы, қызметкерді оқыту және аттестациялау, өндірісті бастау. Қорытынды және болашақ даму перспективалары. Тау-кен кәсіпорнының құрылысы бұл ұзақ мерзімді және күрделі жоба. Оның сәтті іске асуы аймақтың экономикалық дамуына, жаңа жұмыс орындарының ашылуына және өнеркәсіптің тұрақты өсуіне ықпал етеді. Тұрақты даму, болашақ кәсіпорынның тұрақты дамуын қамтамасыз ету, жаңа технология енгізу және экологиялық талаптарды қатаң сақтау. Инновациялар, өндіріс тиімділігін арттыру және шығындарды азайту үшін инновациялық шешімдер мен цифрлық технологияларды қолдану.